Алға Қазақстан сотта жеңілді. Қазақстанда саяси партия құруға рұқсат алу неге қиын? Бір мәселе анық, бұл мен келесі құрылтайдың сайлауына қатысу жөнінде менің ойым бар. Партияда жоқ Ермұрат Бәпи құрылтайдан құр қалмай ма? Депутат Азаттыққа жоспарын айтты. Адам баласы аспандағы айға тағы да қол созбақ. НАСА агенттігі 4 астронавты ғарышқа шығарды. Армысыздар, Азат Ньюс көрермені. Назарларыңызға сәуірдің 2-сі бейсенбі күнгі жаңалықтарды ұсынамыз. Видеомызды бөлісіп, тақырыптарға орай пікір жазып отырсаңыздар. Астана соты Қазақстанда кейінгі 4 жылдан бері тіркеле алмай келе жатқан Алға Қазақстан бастамашыл тобының апелляциялық шағымын қанағаттандырмады. Бүгін өткен онлайн процеске шағым түсіруші белсенділер Сергей Измайлов, Әсет Әбішев пен Әділет министрлігінің өкілдері қатысқан. Белсенділер соттан бұған дейін Астана қалалық соты шығарған үкімнің күшін жоюды сұраған. Онда партияны тіркеуден бас тартқан Әділет министрлігінің жауабын негізсіз деп тануды сұрайды. Они говорят о том, что в наших списках инициативной группы. Олар бастамашыл топтың тізімдері саяси партиялар туралы заңның 8-ші бабына сәйкес келмейді деп мәлімдеп, онда өлген адамдар бар деп отыр. Тіпті бүкіл тізім күмән тудырып, сотқа қатысып отырған мені де Сергей Измайловты да сәйкес емес деп отыр. Жақсы, онда сол сәйкес келмейтіндер мен өлілердің тізімін беріңдер десек, Әділет министрлігінің өкілдері дербес деректер туралы заңға сілтеме жасап, бұл ақпаратты беруден бас тартады. Ал бұл саяси партиялар туралы заңға қайшы, өйткені біз ол бойынша жеке деректері бар тізімдерді тапсыруға міндеттіміз. Апелляция барысында бұл тізім қызметтік пайдалану үшін деп құпияланып, іс жабық отырыста қаралды. Тіпті процестің қатысушысы ретінде бізді сот процесінен шығарып жіберді. Нәтижесінде сот материалдарды бізсіз қарап, бірінші инстанция шешімін күшінде қалдырды. В очередной раз нам отказали. Әбішев алда бастамашыл топ атынан кассациялық шағым түсіретінін айтады. Еске салайық, Алға Қазақстан белсенділері 2022 жылдан бері партия ретінде тіркелуге 26 мәрте құжат тапсырған. Онда бастамашыл топқа мүше 3190 адамның тізімін қоса жолдаған. Жетекшілердің сөзінше осы адамдардың 1700-нің видео дәлелі де тіркелген. Дегенмен Әділет министрлігі бастамашыл топ ұсынған тізім саяси партия туралы заңға сай емесін айтып тіркемей келеді. Белсенді топ өкілдері билік саяси себеппен тіркемей отыр деп санайды. Қазір осы Алға Қазақстан партиясын тіркеу жөніндегі бастамашыл топтың жетекшісі болған белсенді марафоншы Марат Жыланбаев түрмеде отыр. Оған экстремистік айыптар тағылып 2023 жылы қарашада 7 жылға сотталған. Одан кейінгі жетекшісі Амангелді Жахинге де экстремистік ұйым ісіне араласу және қаржыландыру баптарымен қылмыстық іс қозғалып, қазір сот жүріп жатыр. Қазақстандық тірек құқық қорғаушылар альянсы Жыланбаев пен Жахинді саяси тұтқындар қатарына қосқан. Алайда ресми Астана елде саяси тұтқын жоқ, ешкім саяси ой пікіріне бола қудаланбайды деп мәлімдеп келеді. Бұған дейін ынтымақ деп аталатын партия құрмақ болған бастамашыл топ республикалық бірлестік құруға 28 рет талпыныс жасап ресми тіркеле алмай жүргенін хабарлады. Топ жетекшісі әрі экономист Мейрам Қажыкен 1 сәуір күні Әділет министрлігіне тағы да өтініш берген. Оның сөзінше осы күнге дейін ведомство жарғы құжатында қате бар деп рұқсат бермей отыр. Басына 2 рет 3 рет олардың бізге берілген ескертулері дұрыс, заңды болды. Өйткені жарғыда 3-4 жерден қателік кеткен екен, оны біз өзгерттік, жақсылап бердік. 2 рет 3 рет солай. Ал қалған 25-26 рет әрине бізге біздің әрекеттерімізді дала қалдырғаны оны білмейміз. Мысалы, бізге 3 рет атауымызды өзгертіңіздер деп айтты. Одан кейін заңда жазылып алған құжаттарды сұрады, оларды бердік. Қызығы біз мына документті пакетпен жібереміз, дайындаймыз пакетпен. Оның ішінде протокол болады, тізім болады, тағы да басқа. Бірақ бізге ескертулерді пакетке бермейді. Бір бап табылады, жарғының ішінен бір бап табылады. Соны қайтарады. 60 бап болса, 60 рет тапсыруға болады. Әр баптан бірдеме табылады. Ең алдымен қазір бізге қоғам бірлестігі керек. Өйткені қоғам бірлестігі болса, бізде әр өңірде біздің филиал болады. Әр филиалда
әрине мүшелікке бір 200-300 адам кіреді. Оларды біз нақты тексереміз. Тексеріп болғаннан кейін тағы да үшінші рет партияға біз дайындаламыз. Да, құжат жинауға. Былай айтқанда көзіміз ашық, прогрессивті, біздің көзқарасымыз прогрессивті, бірақ соның өзінде қорқып отыр, біздің ойымызша. Әділет министрлігінің тіркеу қызметі комитеті кейінгі бас тартуда ұйымды тіркейтін ғимарат иесінің келісімі нотариалды үлгіде берілуі керек, ал өтініште ол туралы ақпарат жоқ деген. Комитет министрліктің 2020 жылы бекіткен бұйрығына сүйенген. Айта кетсек, ынтымақ бастамашыл тобы бұған дейін 2 рет партия құру бойынша құрылтай өткізіп құжаттар тапсырған, бірақ Әділет министрлігі 2 жағдайда да тізімдегі адамдардың кейбірінде қос азаматтық бар деп бас тартқан. Мейрам Қажыкен адам саны тиісті межеден артық болған, биліктің мұнысы әшейін сылтау дейді. Осыдан соң топ мүшелері Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевқа қайырылған. Әлеуметтік желіде жарияланған үндеуде авторлар партиялардың нақты бәсекесі болмай демократиялық жүйені дамыту мүмкін емес деген. Бастамашыл топ жетекшісі Мейрам Қажыкен 2022 жылғы президент сайлауында Аманат кәсіподақтар достастығының атынан кандидат боп 2,5% дауыс алған. Сол кезде ол партия құратынын мәлімдеген еді. Алға Қазақстан мен ынтымақ белсенділерінің осы оқиғалары негізінде қойылған сұраққа жауап берген Сенат депутаттары Қазақстанда партия тіркеуге, құруға ешқандай кедергі жоқ деп санайды. Олардың сөзінше бұрынғыдай емес, шарттары жеңіл деген, сондықтан мәселе туындамауға тиіс. Саяси белсенділікке байланысты шығар жалпылама. Сондықтан партия құрам деген нелер болатын болса, жалпы топтар болатын болса, олардың жаңағы десін құжаттардың негізінде жалпы тіркелу мүмкіндігі бар ғой деп ойлаймын. Енді ол партиялардың жалпы несін қандай себептермен оларға бас тартылғандығын көру керек. Содан кейін жаңа нені мен айта аламын, содан кейін бұл не себептер екен да, жалпы 20-30 мен сізден естіп отырмын, жалпы 20-30 рет осындай партия тіркелуге жаңағы өтініш берген нелер бар деп жаңа өзіңіз айтып отырған партиялар. Бірақ оларды 20-30 рет бас тартылған деп отыр. Енді оның бір себептері бар шығар, мен нақты білмеймін, сондықтан себептерін қарап, соған байланысты мен нақты өзім немді айта аламын, ұстанымды айта аламын бұл мәселеге қатысты. Қарап көре аласыз ба? Олар әр кезде әртүрлі құжаттардан қате табады дейді. Қарап көрейін, сосын нетіге болады, сосын жаңағы қорытынды айтуға болады ол бойынша, пікір айтуға болады. Жақсы, рахмет. Қазір партия ашуға ешқандай ел бойынша бір нақты болмайтындай жағдай жасалмаған. Болатын жағдай бар, мүмкіншілік те бар. Тек әрбір адамның, топтың өзінің жігері керек. Тіркелу жеңіл десе, неге қазірге дейін тіркелген бірде-бір партия жоқ деп ойлайсыз? Енді ол әрбір топтың өзінің деңгейіндегі мәселе ғой, неге жоқ екені. Болмаса, кейбір топтарға қарай тіркелген кіші партиялар болды, өзін көрсете алмай артта қалып қойған партиялар болды. Ілесе алмай қалған үлкен бір саяси мәселелерге, мемлекетте болып жатқан мәселелерге. Соларға қарап, мүмкін өздерін тартып қалды ма, қайдан білейін енді ол жерде. Саяси мәселе дегеніңіз қалай? Саяси деген міне қазіргі мәслихаттарға сайланып жатыр, әрбір парламент мүшелері болып жатыр, мысалы партия арқылы деп қазіргі енді сондай нелерге дауысын жинай алмай қалды, және тез деңгейде өзінің қауымын, өзінің қолдаушыларын жинай алмай қалған сондай мәселелер көп қой. Ортадан саяси шешім керек емес па партиялар тіркеуге, саяси партиялар тіркеуге? Не ойламаймын, қазіргі кезде ондай шешім нақты керек, я болмаса бір нұсқаулы арқылы тіркеледі деген мен ойымда жоқ, шын айтса. Мен ойлаймын, әрбір адам өзінің құқығын әрі қарай жүктей отырып, құқығын асыра отырып, конституциялық нормаға бәрі мүмкіншіліктер Қазақстанда оны тіркеуде, әрі қарай оны жалғастыруда, қызмет атқаруда мүмкіншілік бар деп ойлаймын, енді өзімнің ойым. Өкімет тарапынан да, Ақорда тарапынан да, басқа да тиісті құқықтық органдар жағынан ешқандай ондай жаңа запрет мәселесі жоқ. Сондықтан әрбір қоғамдық мекеме егер өзін заң аясында ары қарай жалғастырғысы жұмысын, заңда қаралған мәселе бар, соны жұмыстану керек. Сондықтан бәріңіз сәттілік тілейміз. Ана екі партия неге тіркеле алмай жүр деп ойлайсыз? 29. Кісілердің жаңа сіз айтқан сияқты өтініштерін білмеймін, соған байланысты енді олардың өздерінен сұрап білу керек, неге олай екен деп. Сондықтан бізде ондай мәселеде құқық қорғау мәселесі өте мұқият қаралып отыр. Жақсы, сәттілік.
Қазақстан халқының шамамен 5-тен 1-і, яғни 17,9% партияға мүше. Саяси ұйымға қосылуға құқығы бар 11,2 миллионнан астам адам ешбір партияға өтпеген. Қазір елде партия тіркеу шарты қандай? Алдағы видеодан білейік. Қазақстанда партия тіркеу шарттары қандай? Әуелі бастамашы топ болады. Олардың ішінен кемі 10 адамнан тұратын ұйымдастыру комитеті құрылуы керек. Олар Әділет министрлігіне партия құру ниеті туралы хабарлама береді. Соны тапсырған күні орган хабарлама табысталғанын растайтын құжат беруі қажет. Оны растама деп атайды. Мұны алмай партия құруға әрекет жасай алмайсың. Растаманы алған соң 3 ай ішінде құрылтай съезі өтуге тиіс. Оған кемі 700 адам қатысуы керек. Олар Қазақстанның 3-тен 2 бөлігінен жиналуы, яғни кемі 14 өңірдің тұрғыны келуі қажет. Съезде жарғы, бағдарлама және басшылар бекітіледі. Жиын өткен соң 4 ай ішінде тіркеуге құжат тапсырылады. Құжат тапсыру үшін партияға кемі 5000 адам мүше, әр өңірден кемі 200 адам тіркелуі керек. Құжат Әділет министрлігіне тапсырылады. Тіркеуші орган 1 ай ішінде шешім қабылдауы керек. Егер құжаттан қате тапса, мерзім созыла береді. Қазақстанда ресми 7 партия тіркеле алған. Оларға өткен адам саны жуықтап алғанда мынадай. Аманат 800 мыңнан аса, Ақжол 300 мыңнан астам. Қазақстанның халық партиясы 460 мыңнан асады. Ауыл партиясы 400 мыңнан аса. Жалпыұлттық социал-демократиялық партия 140 мыңнан астам. Республика 205 мыңнан аса. Байтақ жасылдар партиясы 150 мыңға жуық. Азаттық бұл ақпараттарды әр партия өкілі мен баспасөз қызметінен алды. Ел азаматтарының 13,7 миллионы партияға мүше болуға құқығы бар. Саяси ұйымдар айтқан дерек рас болса, Қазақстанда шамамен 2,4 миллион адам саяси партияға мүше. Бұл ел халқының 17,9%. Әділет министрлігінің дерегінше құжат өткізіп, тіркелу процесінен өтіп жатқан партия жоқ. Қазақстанда қандай партия барын білесіз? Және қай партияның бағдарламасы көңіліңізге жақын? Азат Ньюс көрермен сұраққа жауап беріп, сауатты пікір жазып отырсаңыздар, ал әріптесім Нұргүл Тапаева сөйлескен Астана тұрғындары былай дейді. Қандай партияны бағдарламасын қолдайсыз? Бәрі бір ғой. Неге бір? Аттары бөлек. Барлығы. Кешіріңіз, жақында күзде парламентке сайлау болады. Осы сайлауда тек қана партиялық тізіммен өтеді депутаттар. Сіз қай партияны парламенттен көргіңіз келетін еді? Сіз қолдайтын партия бар ма осы жерде отыруға лайық дейтін? Айта алмаймын, қызым. Барлығы жерде отырғандардың бәрі Аманат партиясы ғой енді. Мысалға сізге бағдарламасы ұнайтын партиялар бар ма? Өзіңіз қолдайтын? Жоқ, мен партияға вообще білмеймін партияларды. Қандай партиялар бар екен білмейсіз ба? Аманат қана білетін шығармын. Тоқа Аманат білем болды. Аманаттың бағдарламалары сіздің ойыңыздан шыға ма? Жоқ. Сіз қолдайтын партия бар ма өзіңіз? Бағдарламасы ұнайтын? Оны бірінші түсініп алу керек қой. Қандай партия барын білмейсіз ба сонда? Білмеймін. Шын айтқанда даже қарамаймын сондай нәрсені. Қарамаймын, білмеймін. Қай партияның мысалы парламентке өткенін қалар едіңіз? Олар уже бар партиялар бар, ішінде отыр ғой. Білмеймін, қалған партиялар. Қандай, наверное, бір самовыдвиженцы, наверное, должны быть, какую-нибудь партию создать. Баяғыда болған ғой, ДВК, МВК, қазір там запрещенный, да, там, ну, басқа партиялар керек, наверное. Аманат уже баяғыдан, ауыл, Ақжол баяғыдан бар. Қандай, басқа партиялар даже білмеймін. Ұнайтын партиялар бар ма бағдарламасын қолдайтын? Ой, бәрі бір партия ғой, оның несі. Қандай партияны білесіз? Біз Нұр Отан ғой, Нұр Отан ба, Нұр Орда ма, немене өзі? Отан партиясы Нұр Отан. Білмейді екен. Отан партиясы жоқ қой қазір? Жоқ қой, мен вообще білмейді екен. Қазір министерство даже өтесе де білмейді екен қандай партия бар екен. Нұр Отан емес, Аманат қазір. Ақжол, ауыл партиясы. Осы партиялардың ішінде бағдарламасы ұнайтын партиялар бар ма сізге? Ауылдікі жас. Сол қазір активный ауыл болып тұр ғой. Өзіңіз қай партияға мүшесіз ба, қандай да бір партияға? Кезінде Нұр Отан еді, қазір Аманат қой сол. Сондай жұмыс. Мүшесіз, е? Аманаттың бағдарламаларын қолдамайсыз ба? Что-то онша қазір бұрынғыдай емес. Енді шын айтсақ. Бұрын қалай еді, қазір қалай?
бұрын более активный еді, более танымалы еді. Қазір көрінбейді да, не істеп жатқанын да білмейсің. Әйтеуір төлеп жатыр. Одна. Ну мы же все знаем ее название. Как она сейчас переименовалась? Нұр-Отан, которая была. Атамекен осы екеуін ғана білемін енді. Атамекен деген партия жоқ қой. Болды ғой бұрында. Қазір жоқ. Қазір жоқ. Білмедім қалғанын. Бізде парламент сайлауы болады ғой. Сол кезде тек қана партиялық тізіммен сайланады депутаттар. Қай партияны осы жерде парламентте отыруға лайықты деп ойлайсыз? Бар ма сондай өзіңіз қолдайтын партиялар? Что-то ондай жоқ пока. Партия тіркеудің қиындығы, бір мандатты округтен сайлаудан бас тарту және партияда жоқ адамдардың құқығы туралы мәжіліс депутаты Ермұрат Бәпимен сөйлестім. Назарбаевтың жүйесін өткір сынап, үнемі қысым көрген, Тоқаевтың билігін қолдап, парламентке өткен журналист депутаттан алдағы жазда болатын құрылтай сайлауына қатысты жоспарында сұрадым. Назар аударыңыздар. Өз парламенттерін партиялық негізде сайлайтын біраз елдер бар. Оның ішінде аралас сайлау жүйесін ұстанатын елдер де бар. Бірақ енді мен осы партиялық сайлау жүйесі бойынша жаңа конституцияға өзгеріс енген кезде мен соғыршалықты бір үре түрегеліп қарсы болмадым. Мен өзім бір мандатты жаңағы тәуелсіз депутат ретінде сайланып келсем де, қазіргі елдің жағдайында бұл партиялық жүйемен сайланудың осы өтпелі кезеңде болар мәлкім қажеттігі мен дұрыстығын мен түсінгендей болдым. Себебі әрине біраз партияда жоқ азаматтардың құқығы сақталмайды. Бірақ мен өзім ойымша, егер ел мүддесіне орай осы елге қызмет етем, азаматтық бір өзімнің саяси парызымды өтейін десе, онда кез келген азамат ол партияда жоқтығын сылтауратып шалқасынан түсіп жатып алмай, өзінің көңілі қалаған партияға мүше болуына оның қатысы бар. Бұл жерде мен мүше емеспін деп жаңағы ешқандай партияның мүшесі емеспін деп шалқыдан түсіп алып жатып алуға, ол және оған да құқысы бар. Бірақ қазіргі жағдайда мен ойлаймын, қалай болғанда да мынау әлемдік бір дүрілдеп тұрған геосаяси тәуекелдердің ортасында тұрған Қазақстанға біз азаматтық негізде, өзіміздің перзенттік негізде бір қолдау көрсетіп, осындай саяси науқанға араласуымыз керек қой деп ойлаймын. Конституция өзгергеннен кейін енді оған негізделген біраз заңдарға да өзгеріс енгізілуі керек. Осы тұрғыдан алғанда саяси партиялар туралы заңдар өзгере ме? Алдағы уақытта осындай бір талқы болып жатыр ма араларыңызда қазір парламентте? Мысалы, партияларды тіркеуді жеңілдету деген сияқты. Біріншіден, бұл сіздің сұрағыңызға байланысты айтатын болсам, әлі парламентке саяси партиялар туралы заң жобасы келіп кірген жоқ. Бұл конституциялық заң, оның жобаның нобайы қандай болады, нұсқасы қандай болады, онда қандай өзгерістер болады, ол жағында мен қазір ештеңені кесіп айта алмаймын. Бір мандатты сайлау жүйесінің қазір дәл осы уақытта алынып тасталуын ақтайтын менің пайымда бір себеп бар. Қазір бір мандатты сайлау округтары деген солтүстік Қазақстан облысын алайық, шығыс Қазақстанды алайық, Қостанай, Батыс, Ақтөбе бар, шекаралас елдер. Бұл бірінші кезекте қазіргі жағдайда мен батыл айта аламын, елдің ішіндегі сепаратизмға қолғабыс жасайтын жағдай. Бір мандатты депутатты, кандидатты сыртқы күштер қаржыландыру немесе оған ықпал ету мүмкіндігі мол. Бір жақта соғыс, бір жақта кикілжің болып жатыр. Шекараға төніп тұрған осындай қатерлер мен тәуекелдердің кезінде бәлкім бір 10 шақты жыл біз осы партиялық негіздегі сайлау жүйесіне мұқтаж бола тұрғанымыз дұрыс па деп ойлаймын. Себебі партиялық негізде сайланған кезде жаңағы бөлшектенудің,
немесе сепаратизмге бой алдырудың, тіпті кландық, ұрылық негізде бөлінудің мүмкіндігі болмайды. Мәселен, біздің оңтүстік облыстардан кандидат ұсынатын болса бір мандатты. Онда жаңағы әдетте бізде оңтүстік өңірлерде мынау туыстық, кландық, ұрылық қарым-қатынас өте күшті дамыған. Ол өзінің кандидаттарына әрқайсысы бөлініп алады да, қоғамды біріктіру емес, қоғамда бір жарықшақ салатындай жағдай туады. Бір мандатты округтен сайлану Қазақстанның тарихында бұрында болған, оны өзіңіз де білесіз. Қазақстан бірінші рет басынан өткізген жоқ. Қаңтар оқиғасынан кейін осы бір мандатты округтерден сайлауды енгізген кезде де Қазақстан демократиялық жолға даму бағытына түсті деген үгіт насихат өте көп айтылған, мақталған еді. Бірақ оның алдында тәжірибе көрсеткендей, неге сол кезде осы жаңа сіз айтып отырғандай бір сыртқы күштердің ықпалы сол кезде ескерілмеді? Неге соларды билік біле тұра бір мандатты округтерден сайлауға рұқсат берді? Бұл сол кездегі қаңтар оқиғасынан кейінгі қоғамның бір қарсылығын, наразы көңіл күйін басу үшін ғана пайдаланған тәсіл емес пе? Жоқ, мен олай деп есептемеймін. Себебі ол кездегі жаңа мен айтып отырған уәжім жаңағы сепараттық көңіл күй немесе жаңағы рулық басқа, ол кезде дәл сол кезде осы қаңтардан кейін мынау алғашқы осы бір мандатты сайлау жүйесі кірген кезде соншалықты ушығып тұрмаған. Әсіресе мынау қазіргі жағдайда елдің ішіндегі мәселеден гөрі қазір сыртқы мәселе әлдеқайда. Мәселен, бір елдері бар, мен атын атамай қойын. Мен енді өкілетті органның депутаты болғандықтан бір елдің атын атап көзіне шығып көрсетпей қойын. Бір елдері бар, басқа елдердің сайлауына араласып жатқан. Американың сайлауына, Грузияның, Молдованың, Венгрияның, Еуропадағы елдердің сайлауына, тіпті Германияның сайлауына араласты. Осындай тәуекел, осындай қатер бізде де болады. Себебі бізге, ол елдерге, бізден басқа қазір бір одақтас болатын, немесе бізден басқа бір жаңағы достық қарым-қатынаста болатын басқа ел қалған жоқ. Сіз айтып отырған сол атын атамаған ел шын мәнінде осы күнге дейін Қазақстанның саяси өміріне, сайлауына араласпай келді деген сенімді түрде айта аласыз ба мысалы? Жоқ, енді қандай да бір мөлшерде араласқан шығар. Бірақ соңғы бір 5 жылдың көлемін алайықшы. Ол ел Американың сайлауына дейін араласты. Трамптың сайлауы деп президент болып кетуі мүмкіндігінде сол елдер тудырды. Мойындау керек қой оны. Тыртысып жаңағы бір ойға, бір пікірге жабысып сол Қазақстанды қайткенде де мұқату үшін сондай бір сұрақтың төңірегінде қалмау керек қой. Америкадағы жағдайды көрсеңізші, қалай болған сайлауда. Ал енді мына қазір Венгрияда міне сайлау болады сәуірдің 10-ында. Оған араласып жатыр. Сондықтан мен өзім ойлаймын, мен әрине біз қазір демократиялық өзіміздің жаңағы бір жетістігімізден бір қадам шегіндік. Бірақ біз келешекте 2 қадам алдыға жылжуымыз керек. Қазір шегінгенімізді мойындап тұрсыз, иә? Бірақ болашаққа ғана қалдырып тұрсыз. Оны мойындап тұрмын, ол әрине. Ондай жағдай болғанын мойындап тұрмын. Бірақ қазіргі Қазақстанның төңірегінен төніп тұрған тәуекелдерді есеп қалып, біз ондай демократияның мүмкіндігін екінші кезекке сырып қоюымыз керек. Алға Қазақстан, ынтымақ, атажұрт деп аталатын партия құрғысы келетін бастамашыл топтар 20-30 шақты рет әділет министрлігіне өтініш беріп, партия құруға рұқсат ала алмай жүр. Олар мұны әдейі істеліп отырған кедергі деп санайды өздері. Жаңа конституциямен бірге осы жайт өзгеруі мүмкін бе енді? Енді о жағынан мен эксперттік бір пікір айтқаным болмаса, нақты кесімді тұжырым айта алмаймын. Бұл мемлекеттің құзыретіндегі, тиісті мемлекеттік органдардың құзыретіндегі жағдай. Бірақ бізде қалай болғанда да партиялық жаңа ұстаным, жарғылық ұстанымға байланысты партиялардың тіркеуіне шектеу қойылмау керек. Ол өзінің жарғылық ұстанымында оппозициялық деп көрсетеме, басқа деп көрсетеме. Бірақ ұлттық, нәсілдік тұрғысындағы жаңағы партиялар ол тіркеуден өтуге болмайды. Ол заңда көрсетілген. Ал саяси тұрғыда өзінің ұстанымын көрсеткен ешқандай мемлекеттікке немесе біздің тәуелсіздікке, елдікке қатер төндірмейтін
принциптегі партиялардың бәрі егер заң нормаларын сақтайтын болса, олар тіркеуден өту керек деп есептеймін. Құрылтайды партиялардан ғана жасақтау туралы сөз болғалы, енді сізге көп қойылып жатқан сұрақтың бірі десек болатын шығар. Алдағы сайлауға қатысасыз ба, және қатысар болсаңыз қай партиядан өтесіз, қай партияға өтесіз? Мысалы, өзіңіз даумен кеткен енді ЖСДП партиясы қайта қатарына қоса қоймайтын шығар. Одан өзге қай партия қолайыңызға келіп тұр қазіргі тіркелгендердің ішінен? Әзірге әлде бір партияның құрамына барам деп айту ертерек, бірақ бір мәселе анық, бұл мен келесі құрылтайдың сайлауына қатысу жөнінде менің ойым бар. Ниетім бар, ол менің бір азаматтық, өзімнің президенттік міндетім деп есептеймін. Әлде менің елдің бір пұшпағына шығып қорғауға, соған көмек жасауға, жәрдем жасауға менің саяси, азаматтық, президенттік, жалпы қоғамдық әлеуетім жетеді деп ойлаймын. Депутат мырза, сіз оппозицияда билікті де, яғни екі жақты да іштен көрген адам ретінде айтыңызшы. Экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевтың билігіне қарсы шығып жүрген кезіңізде де билік сыншылардың аузын жабуға тырысатын, бірігуіне мүмкіндік бермейтін, қазіргі билікті сынаушылар да солай деп, тіпті одан асып кетті деп айтып жүр. Осы тұрғыдан алғанда билікке пара-пар болмаса да, жалпы жете қабыл деңгейде балама күштердің болуы, шын мәнінде оппозицияның өмір сүруі, сол кездегі билікке керексіз болса да, жалпы мемлекетке, елдің дамуына керек пе екен бұлай? Көзіңіз неге жетті осы тұрғыдан? Әрине, бұл елде саяси күштердің калейдоскопы болу керек қой. Ол міндетті түрде әртүрлі мақсаттар мен мүдделердің, жаңа саяси ұстанымдардың жиынтығын білдіретін саяси ұйымдар болу керек. Оның ішінде оппозициялық партия болу керек. Оппозициялық ұйым болу керек. Қазір жағдайда Қазақстанда оппозициялық партия жоқ. Саяси процестердің әр алуандығын елдің ішіндегі мемлекеттікке, тәуелсіздікке зиянын келтірмейтін, залалын келтірмейтін саяси күштерге мүмкіндік беретін болсақ, жаңа сөзімде айтып кеткендей, ол саяси оппозициялық партияға да мүмкіндік беруіміз керек. Одан қорқатын ештеңе жоқ. Бізде қоғамдық транзит жоқ. Бізде ақ пен қара ғана түс бар. Ортасындағы түс жоқ бізде. Ертеңгі күні осы оппозициямен, оппозициялық күштермен, жаңа биліктік немесе басқа күштердің арасында бір кикілжің, тартыста болуы мүмкін. Біз себебі бұндай демократиялық процестен өткен ел емеспіз. Сондықтан сол негізде қоғамның жікке жарылу мүмкіндігін де жоққа шығаруға болмайды. Осының бәрін тиісті мемлекеттік органдар есептеп, жаңа тәуекелдерді, әлде бір қатерлердің бәрін болдырмайтындай мүмкіндікпен елдегі азаматтардың саяси бірлікке, саяси ұйымдарға бірігуіне шек қоюға болмайды деп ойлаймын. Түсінікті болды, депутат мырза, рахмет бізге уақыт тапқаныңызға, сұхбат бергеніңізге. Аман сау болыңыз. Енді өзге ақпарат. 3 америкалық және 1 канадалық ғарышкер алдағы 10 күн бойы айды айналып ұшып сынақ жүргізеді. Кеше НАСАның Орион ғарыш кемесі әуеге тік көтеріліп, Артемида 2 миссиясын бастады. Бұл сапар адам баласының айға қайта қону жолындағы кезекті бір маңызды қадамы. НАСА зымыраны ақштың Флорида штаты Кеннеди ғарыш орталығынан көкке көтеріліп барады. Оған бекітілген Орион ғарыш кемесінде 3 америкалық және 1 канадалық астронавт бар. Осы кезде тарихи сәтті жақыннан көруге келгендер қол шапалақтап, улап-шулап қалды. Олардың бірі ғарышкерлер арасында әйел адамның барына да дән риза. Әйел астронавттың ұшқанына қатты қуанып тұрмын. Ғарышқа әртүрлі адамдардың аттанып жатқанын көру шынымен керемет әсер береді. Тіпті Канада азаматының қосылғаны да қуантады. Қазіргі әлемдегі жағдайды ескерсек, бұл көпшілігімізге бір сәт тоқтап, айналамызда не болып жатқанын ой елегінен өткізу керектігін еске салады деп ойлаймын. НАСАның бұл миссиясы Артемида 2 деп аталады. Бұл жолы ғарышкерлер айға қонбайды. Әуеге ұшқан топ 10 күн сынақ жүргізіп, айды айналып ұшады. Содан кейін қайтып жерге оралады. НАСА әкімшілігі 51 минут өткен соң Орион кемесімен байланыс ішінара үзілгені, алайда кейін байланыс толық қалпына келтірілгенін айтты.
Олар қауіпсіз, көңіл күйлері жақсы. Біз олардың денсаулығын және миссияның жағдайын бақылауды жалғастырамыз. Өйткені Артемис 2 миссиясының келесі кезеңіне өтіп жатырмыз. 54 жылдық үзілістен кейін НАСА қайтадан астронавтарды айға жіберу ісіне оралды. Біз бұл деңгейге жүйелі еңбектің, ұлттық міндеттеменің және агенттіктің қызметкерлерінің, салалық серіктестер мен халықаралық одақтастардың мыңдаған мамандарының еңбегі арқылы жеттік. Бұл миссия НАСАның 2028 жылы ғарышкерлерді айға қондыру жоспары жолындағы маңызды сынақ. ақш 1969-72 жылдар аралығында Аполлон бағдарламасы аясында айға 6 рет адам жіберген. Қытай 2030 жылға қарай айға астронавт ұшыруды жоспарлап отыр. ақштан өзге жердің табиғи серігі аталған аспан денесіне бұған дейін 4 ел ішінде адамы жоқ ғарыш кемесін қондыра алған. Олар Совет одағы, Қытай, Үндістан және Жапония. Бүгін айтарымыз осындай болды. Өзге ақпарат сайтымызда, желідегі парақтарымызда, Азаттықтың Instagram парағы қайта қалпына келгенін айта кетейін. Жазылып, тіркеліп алсаңыздар болады. Видеомызға пікір қалдырып лайк басуды ұмытпаңыздар. Қайта көріскенше күн жақсы.